нені армандайсың десе, осы жерде отырғандар да көпшілік адамда айтады. Мына орыс тілінде айтқанда финансовая независимость дейді. Қаржылай еркіндікті армандаймын дейді. Рас қой? Көп адам соны армандайды, сол үшін дүние іздейді. Ол саған не алып келеді, не пайда қылады, сол ақша тапсаң десе, сол ақшадан еркін болсам дейді. Ол еркіндік саған не береді десе, қалағанымды киемін, қалағанымды ішіп жеймін, қалағанша жүремін, қалағанша тұрамын дейді. Қалағанын істеуге себепкер нәрсе. Бұл мал дүние. Мал дүние шынымен-ақ адамның өмірінің маңызды бөлшегін құрайды. Құран-ы Кәрімде де пайғамбарымыз да ешқашан мал таппа демейді. Дүние іздеме, бүкіл дүниеңді тастап жіберді, өзің бір жерге барып, мешітке кіріп, шашыңды алдырып тастап, қолыңа жаңағыдегі мыңдық тәспін алып алда, басыңды сәждеге ұра бер демейді. Оның өзінің бөлек дүниесі бар, оған келеміз әлі. Бірақ дүние ізде, дүние сенің қолыңда болсын, жүрегіңде болмасын дейді. Бірақ біз соны керісінше істейміз. Дүниені жүрекке саламыз, қолға емес. Міне сол жүрекке дүние кіріп кетпес үшін Құран-ы Кәрімде қолыңдағы Алланың бергенін Аллаға беріп тұр деп айтады. Кішкентай беріп тұр дейді. Бұл зекет мағынасында береді, тазалық. Көп адамдар осы жерде бір қателік қылады, зекеттің мағынасындағы қателік. Кейбір молдаларымыз да осыны қате түсініп айтып жүр. Мысалы, зекет дегеніміз малдың тазалық екені рас, бірақ сен малыңды тазалайсың, малыңды бер деп айтылмайды, ол дұрыс емес. Жүрегіңді тазалайсың, малыңды берсең. Жүрегіңді тазалайсың. Түсінесіз ба? Зекет деген, садақа деген бұл жүрегіңді тазалау үшін дүниеден. Яғни ішіне кіріп баратқан дүниені сыртқан мәсаған деп беріп жібересіз да, жүрегіңізге кірген сараңдық, дүние қоңыздық деген нәрсе тазаланады солай. Осылайша сіз содан ақырын әсте-әсте құтыласыз. Сол үшін құлшылықтың біреуі мал ғибадаты деп аталады. Яғни сіз малыңызбен, тапқан малыңызбен ғибадат қыласыз. Сол үшін жүрегі кең, сақы, жомарт кісіні сыйлайтынымыз содан. Сол үшін бір адам қолы ашық болса, оның жүрегі бай дейміз. Өйткені ол адамның жүрегінің ішінде дүние жоқ та. Қолында оның дүниесі. Таба ма? Шашат ма? Алыңдар, беріп, мәңдір. Бұл байлық. Осы байлық сізде болмаса, күресіңіз. Сіз болдырта аласыз оны. Ол күрестің жолы сол. Қолыңыздағы Алланың бергенін Алла үшін беру. Бай болсаңыз да, кедей болсаңыз да. Екі жағдайда да. Зекет, садақа дегеніміз барлық нәрседе жүреді. Тек қана мал дүние емес. Барлық нәрседе. Құдай сізге қандай нығмет берді? Соны жұртқа бөлісіңіз. Қуаныш берді ма? Қуанышпен бөлісіңіз. Күш-қуат берді ма? Күш-қуатыңызбен бөлісіңіз, яғни біреуге жәрдем беріңіз. Таныс тамырларыңыз көп па? Жұртқа сол таныс тамырларыңызбен жәрдем беріңіз. Ақылыңыз көп па? Біліміңіз көп па? Біліміңізбен жәрдем беріңіз. Яғни сізге Құдай не нәрсені берді, сол нәрсені жұртқа Алла үшін беріңіз. Тықпаңыз, беріңіз. Сіз ешқашан кедей болмайсыз. Сіз берсеңіз, бай боласыз. Жинасаңыз емес, берсеңіз. Бұл дүниенің тағы да бір түсінігі сол. Көп адамдар ойлайды, мен қыса берсем, маған дүние келе береді дейді. Кешіріңіз, жоғарыда айтып кеттік қой, сіз жүрегіңіздің ішінде өмір сүресіз. Сіз егер қыса берсеңіз, сіз кімді қысып атсыз? Өзіңізді. Біреуді емес, сіз өзіңізді. Мен адамдарды білем кейбір. Дүние табады. Бірақ, қарны тойып тамақ жемейді. Қатқаннан мен су ішіп отырады. Өзі тағы пашка ақшаның үстінде отыр. Бірақ
өзінің жеуіне қимайды, өзінің киюіне қимайды, бала шағасына қимайды. Ай, кішкентай десе, жоқ, жетпейді бұл әлі, жоқ, аз ғой бұл, ананы істейін деп. Еш қашан негізі бар ғой мынау, ақшада көп ақша деген ұғым дұрыс емес ұғым деп айтады финансистер. Ақша ешқашан көп болмайды. Ақша әрдайым аз болады. Сізде 0,000 болып, нөлі көбейген сайын сізге аз болады ол. Бұл өмірдің ақиқаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаны шақырып алып айтыпты. Дүние туралы айтпақшы болған ғой. Халықтың алдында тұрып шақырып айтыпты. Саған мына дүние және осы дүниенің үстіндегінің бәрін берсе, жете ма депті. Сөйтсе ішіндегі кейбіреулер, жетеді, конечно, әлбетте жетеді деп атса, әлгі кісі жоқ депті. Жетпейді десе, құлағынан тартыпты. Ақиқатты айттың депті. Ақиқатты айттың. Егер жетеді дегенде мен сені